Карантин уақытысында жұмыссыздық салдарынан біраз адам жапа шекті. Осы тұрғыдан алғанда жұмыс табу да оңай емес. Мемлекет тарапынан қазіргі таңда көмек көрсетілуде. Алматы қаласының әкімдігі жұмыспен қамту орталығы арқылы көп балалы отбасыларға арналған Алатау аналар атты жалпы фонд арқылы көмек көрсетуді бастады. Здесь у нас по общественным работам задействованы, работают многодетные мамы. Көп балалы аналар мен жасқа толмаған балаларды тәрбиелеп отырған аналар жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмыс тауып, мемлекет тарапынан қаражаттарын алып отыр. Бұл жерде олар оқып қана қоймай тігіншілікпен айналысады. Сонымен қатар ұлттық киімдерді де тігеді. Бүгін олар өз сертификаттарын алады. Жақында жұмыспен қамту орталығында мерекелік іс-шара өткізілді. Жыл басынан бері бұл орталықта 738 көп балалы аналар, 2797 жұмысы тұрақсыз, қаражаты төмен отбасылар мен 425 мүмкіндігі шектеулі жандар жұмыспен қамтылды. Жұмыспен қамту орталығы алдын ала кәсіптік оқытуды қажет етпейді. Жұмысқа тұрған азаматтардың пікірінше, Алматы қаласының жұмыспен қамту орталығы бағдарламасы өте нәтижелі әрі қазіргі уақытта ыңғайлы екендігін атап өтті. Аты-жөнім Назым Тұралбайқызы. Жұмыссыздықпен қамту орталығы арқылы осы Алатау аналар қоғамдық қорына жұмысқа орналастым. Қазіргі таңда осы жерде 100 шақты ананы оқытып, үйретіп шықтық. Құрақ көрпе, ою көрпе, жастықшалар. Сол қазақ халқының ою өрнектерін үйретіп жатырмыз. Өзіңіз ою өрнекті қайдан үйрендіңіз? Жалпы осы ұлттық рухты жандандыруға өз үлесіңізді қосып жатыр екенсіз. Кім үйретті сізге, ұстазыңыз? Өзім сол неден көріп үйрендім. YouTube'дан көріп, қызығушылық арқылы үйрендім. Қанша уақытта үйрендіңіз? 1 айда. Ол жерде қыздарға неше айда үйреттіңіз? Бұл жерде үйреніп жатқан қыздар да 1 айдың ішінде үйреніп шығып жатыр. Не дүниелер жасап жатқан, шиғырақ, ою көрпені, жастықшаларды үйренеді. Бұл дайын болған көрпелерді сатып алатын тұтынушылар бар? Иә, әрине көп тұтынушылар. Ұнайды. Келіп сұрайды бізден. Олардың дизайнын сіз өзіңіз ойлап табасыз ба, әлде ежелгі қазақ оюлары ма? Ежелгі қазақ оюлары бәрі. Аты-жөніңізді таныстырып өтсеңіз, және осы орталықтан қандай бір жақсылық көрдіңіз? Қанша балаңыз бар? Мен атым Айнұр Нұрғалиқызы, көп балалы ана, 5 балам бар. Осы 1 ай алдын осы орталық Алатау аналар қоғамына келіп, 1 ай алдын оқып кеткенмін. Алды негізі ою өрнек, неге қол өнерге қатты қызығатынмын, бірақ ешқандай не болмайтын. Енді Аллаға шүкір, осы 1 ай алдын оқып үйрендім. 2 көрпе, 2 жастық басында үйрендім. Енді қазір үйде отырып, тапсырыс қабылдап, бірнеше тапсырыстар қабылдап жатырмын. Өз нәпақамды, балаларымды асырап, 1 айдың ішінде көп нәтижелер болып жатыр, Аллаға шүкір. Балаңа балық берме, қармақ бер дейді, сол айтпақшы, қармақ алып қолдан алып дегенше өз нәпақамды тауып үйреніп жатыр. Алғысым шексіз Алатау аналар қоғамына. Аты-жөнім Аханова Гүлнар, жасым 14-те. Осы Алатау аналар қоғамдық қорына 1 ай бұрын келдім. Осы 1 айдың ішінде мен 4 жастық, 2 көрпе үйрендім. Біреуі шиқырақ, біреуі оюғырақ. Және де осы Алатау аналар қоғамдық қорындағы барлық жұмыскерлерге, және де өзімнің айта кететіндей Назым апай, және де Назым апайға, Айда апайға өзімнің алғысымды білдіргім келеді. Қуатбай Алтын, осы фондтың басшысы болам. Негізі келген жер Моңғолиядан келген. 92 жылдары келгенбіз, осы жерден өстік. Несін алдық, тәрбиесін алдық, осы жердің білімін алдық. Қазақи дәстүрді бойымызға сіңіріп өскенбіз бала күнімізден. Сондықтан да көп затты білеміз деп ойлаймын.
қазіргі сәтте қанша адам бұл жерде жұмыс істеп жатыр? Бізде жұмыспен қамту орталығынан келген 40 шақты адам бар жұмыс істейді. Әр адам өзінің жаңағы үйреніп осы жерден кәсібін ашып, сондай нелер бар бізде. Сосын көп балалы жалғыз басты деген сияқты сондай аналар осында тегін курс оқып, өздерінің білімін алып, жаңағы өздерінің кәсібін ашып, үйреніп кетіп жатқан аналар да көп бізде.